Жетісу облысы алдағы маусымда егістік алқаптарында су тапшылығын болдырмау үшін кешенді жұмысқа кірісті. Биыл 173 шақырым арықтар мен каналдар тазартылып, 54 гидротехникалық қондырғы, 10 гидробекет жөнделеді. Мұнан бөлек облыстағы өзендерде тағы 6 су қоймасын салу жоспарланған. Жаз айларында судың сұрауы болатын көксулық шаруалар жақсы түсінеді. Алқап басында кейде суға таласып, жаға жыртысып қалатынын да жасырмайды. Биыл мұнда бұл мәселе түбегейлі шешімін таппақ. Ауданда жалпы ұзындығы 108 шақырымдық 15 магистралды канал жөнделіп жатыр. Бұл өз кезегінде 13600 гектар егістікке судың ысырапсыз жетуіне септігін тигізбек. Латок қойылды, енді тіпті жақсы болды бізге. Бұл жердегі шаруа қожалықтарының ешқандай барлығы көріп, бәрі дәні риза. Бұдан келген судан келген андайымда талас, судан келген жетпей қалушылық ол болмайды деп айталам. Өте жақсы. Көксу ауданда ауыл шаруашылығына қажет тіршілік нәрі 3 өзеннен алынады. Ондаған жылдар бойы жөндеу көрмеген арықтар жаңартылып бетоннан салынып жатыр. Екінші кезеңде тағы 160 шақырымға жуық канал қалпына келтірілмек. Мамыр айдың 4-5 күнде біз суды береміз халыққа. Абонай қазылады жан-жағынан. Жаздай жұмыс тоқтатпаймыз біз. Жаздай жұмыс дейді күзге дейін. Күзде тағы арғай жалғаса береді бұл жұмыс. 2026-ға дейін бітіру керек бізге. Биыл Жетісу облысының егістік алқабы 18 000 гектарға ұлғайды. Ал суға деген сұраныс жылдан жылға артып келеді. Сондықтан өңірде суды үнемдеумен қатар жаңа қорларын игеру міндеті тұр. Жетісу облысында алдағы уақытта су тапшылығының алдын алу мақсатында дәл осындай 6 су қойма салыну жоспарланып отыр. Олардың үшеуінің құрылыс жұмыстары басталып жатса, тағы үшеуінің техникалық негіздемелері жасалынып жатыр. Бұл су қоймаларда жалпы көлемі 70 миллион текше метрге дейін су жиналады деп күтілуде. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы.